Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Қарабалық шоуда кезекті қонағымыз Болат Заманбеков, Найзаның жауынгері, бұрынғы деп айтсақ қателеспейміз. Қазір енді анда-мында төбелесіп отыр. Бірақ соның өзінде әлі үміт бар, что Найзада төбелеседі деген. Болат, қалың қалай? Ассалаумағалейкум, Нұрбек, рахмет. Қош келдің. Шақырғаныңызға. Қалым жақсы, шүкір. Аман есенбіз. Ең бірінші сұрақ енді жаңа сен мына лигаға да жалпы осы ғимаратқа да бөтен адам емессің, талай рет осы жерде болдың, бір кездері оқыған сияқтысың ғой да, неде грантингтердің арасында, иә, гранттардың арасында болдың. Жалпы осы ММА-дің Қазақстандағы жаңа дәуіріндегі басталуында сен болдың, оны көрдің. Қазір міне Шердогыңды жаңа басынан бастап қарап жатырмын да, біраз жекпе-жек өткізіп тастаған екенсің. Соның ішінде Найза, Алаш Прайд, One FC де бар, Ринг деген промоушн бар. Қазір міне Моқаевпен жекпе-жекке тұрайын деп жатсың. Өзіңді бүгінгі таңда кәсіпкер ретінде қандай жауынгер ретінде көресің? Өзімді енді мен жеке өзім үшке бөлем. Бұл жерде жаңағы проспект бар, одан кейін кәсіпқой жауынгер бар, одан кейін топтағы жауынгерлер бар. Өзіңді қай санға бөлесің? Өзімді қазір енді топ емес, біз енді бастап жатқан жоқпыз. Бір орташа енді дамып келе жатқан. Кәсіпқой мықты жауынгер ретінде көрем дейсің, иә. Мына тағы да, иә, керемет жаңалық, жаңа балдарды айтып жатыр, кеше ғана, иә? Кішкентайлы болдың. Тұңғышың келді, иә? Бала ма, қыз ба? Ол құтты болсын. Атын кім деп қойдың? Сабыр деп қойдым. Сабыр, керемет ат. Қазір енді анау не ғой, енді білмеймін, жалпы көп балдар кездесем, жаңа арабтық аттармен қояды, енді біреулер жаңа Суннаға орай қояды, жаңа тағы да мына Сираға орай қояды, жаңа пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянына байланысты. Бірақ өкініштісі біздің қазақтың аттары да азайып барады да, соның ішінде мына мен сұрайтын, егер мүмкіндік болса, өзіміз кезінде білмеймін, бір соған қалай айтсам болады, былай қатты мән берген жоқпыз, бірақ дегенмен мына Бауыржан атамыздың, Абай атамыздың аттарын қоя беру керек деп ойлаймын. Беру керек деп ойлаймын да, сол мүмкіндік болса, әйтеуір келесі ұлым болатын болса, Бауыржан деп қойғым келеді. Ал енді қыз болса, тағы да бір қазақи мықты тұлғалар көп қой, солардың атына атау керек деп ойлаймын. Алла бұйыртса, сөйтіп жасайық, Құдай қаласа. Енді Найзадағы жолыңды зерттеп, бүгін есіме түсіріп қарадым. 20-шы жылы бастаған екенсің. Ең бірінші турниріміз Алматыда өткен. Найза 27. Ең бірінші жекпе-жегің. Есімде оттың, екінші жекпе-жекті жақсы оттың, үшінші жекпе-жекте онда көрдім. Содан кейін Қазақфильмде есімде Альберт Ахмаевқа ұтылдың. Содан кейін сен біразға жоқ болып кеттің, да? Қазір егер бір жылдай. Былай қарайтын болсақ, Ақтауда төбелестім одан. 22-ші жылы Ахмаевқа ұтылдың апрельде, одан кейін бір жыл, 3 айдан кейін, 4 айдан кейін Ақтауда анау Хабибтермен жасаған. Eagle FC-мен бірге сіздер жасаған кезде. Мен есімде шамалы сен үшін бір ауыр тиген сияқты сол жеңіліс, иә? Өйткені неліктен ауыр тиді? Енді бойдың бір 2 апта бұрын ба мен белімді ауыртып алғам. Жоқ, мәселе жаңа жарақат емес. Жалпы өзіңе эмоционалдық түрде неге ол ауыр тиді? Енді жақсы командада жүріп, жақсы адамдардың қасында жүргеннен кейін, жақсы дайындықта болғаннан кейін ұтылып қалу кішкене, бірінші ұтылу қиын екен да. Қанша мен бір аптада ұйықтай алмай, түнде мен бойымды көріп. Өзің енді біздің лигада жалпы командада кезінде сені бір мықты күресетін жігіттердің бірі деп айтатын. Бірақ Ахмаевқа сен осы бағытта жеңілдің, күреспен жеңілдің, ол сен аяққа өтті. Мен есімде сол жекпе-жек. Тұра алмай сен шыға алмай қалдың астынан, үшінші раундта. Шаршап қалдың да? Шаршап қалдым уже. Сол травмалардың арқасында дұрыс дайындықта болмай қалдым да, отказ бергенге тоже келмейді, ұят. Сөйлесу керек болды. Одан кейін сенің реванш туралы біз сөйлескен жоқпыз, Ахмаевпен? Жоқ, сөйлескен жоқ. Бірақ Ахмаев қазір Жандарбек айтқан, семейде реваншқа қалай қарайсың деп. Бірақ Ахмаев қазір басқа салмақта сияқты. Үлкен болып кетті. 62 ма? 61-ге төбелесіп жүр ғой. Жоқ, енді ол жекпе-жектің болмайтыны анық. Бірақ дегенмен ойыңда сол жекпе-жек бір сабақ ретінде болды ма саған? Сабақ ретінде болды. Не өзгерістер болды одан кейін? Өзгерістер сол дұрыстап дайындық жасау, дайындалып шығу, асығыс қабылдамау деген сияқты ойлар болды. Бірақ оны кейін де қайталап қойдық бір-екі рет.
Одан кейін найзада төбелестің, Алашбайта төбелестің, содан кейін тағы да бір жеңілісің. Мен бір кездері есімде, сіздерді One FC-ге контракт алдыңдар, One FC-де төбелеседі деген бір ой болды, бірақ сен One FC-де 2 жекпе-жегін жасадың, екеуінде де жеңілдің ба? Иә. Екеуінде де заменаға шығып, Заменаға шығып жүрсің ба? асығып сол кезде енді бір Сонда 20 күн бұрын берді ғой. Альберттен кейін сен не жасамаған болып тұрсың? Вывод жасамаған болып тұрсың. Енді ол Неге сіздер заменаға шығасыңдар, айтшы, асыға? Жақсы, енді андай моменттер болады, иә? Мен саған алдын ала айтам. Болады, мына жерде бізде бір мықты үлкен жекпе-жек болайын деп жатыр. Мүмкіндік бар заменаға тұруға. Бірақ дайындалып отыр деп айтам да. Сол кезде сен дайын боласың. Ондай көп қой бізде сәттер, жігіттер заменаға шығып жүрген, дайын жігіттер. Бірақ бұл сәтте сен дайын бір алдын ала үлкен бір дайындық өткен жоқсың, дұрыс па? Дұрыс, алдын ала дайындық өткен жоқпыз. Сол енді көбінесе біз сол қаражатқа қарай шығамыз ғой енді қазір. Ақша керек. Ақша керек болғасын сөйтіп төбелесу керек. Ал қанша ақша таптың One FC-де? $2,500 алдым. 2,5 берді. 2,5 қатысқан үшін да? Андай срочный бой болғасын $2,500 төледі. Жалпы мен естігенде $1,500 төлейді, да? Иә, сол әр қарай төлейді екен өздері. 3-ке 3, 2-ге 2. Одан кейін мынау ринг деген промоушнды түсінбедім. Сол жерде мен қателеспесем, сен сол жерде бір гран-приге қатыстың деп айтады, да? Қандай сол гран-при туралы айтшы? Гран-приде мен оған заменаға шықтым, 10 күн қалғанда Жандарбек пен Нұрсұлтан деген бала жіберді. Ол кезде Айзаға айтқан, шығасың ба деп, шықсашы деп. Жарайды деп шықтым. Ораза кезінде барып отып алдым бір кәрісті, 61-де. Кішкене ауыр тиді ол, ауыр. Сөйтіп келесі турға өттім. И арасы ұзақ болып кетті ненің, гран-придің. Сөйтіп екінші бойында өттім, міне үшінші бой финалға өткен бетте One FC-ға шықтым да, олар шықпа деп айтқанда маған. Бірақ өздері айтпады да, қай уақытта жасайтын 2 ай бұрын ешқандай бойға шықпа деп ескертті. Мана ринг One FC-ге шықпа, біздің жекпе-жекке дайын бол деп айтты саған. Сен оларды тыңдамай шығып кеттің ба? Иә, мен оларды тыңдаған жоқпын. Енді олардың арасы бір 7 ай болып кетті да. Анау гран-придің ережесі соңында сен уже 2 жекпе-жек өтіп тұрсың ғой. Иә, финалға шықтым. Финалда ұтсаң неше теңге аласың? $30,000 деді и пояс деді. Оны неге өйтіп жасадың? Енді арасы ұзақ болып кеткен, кішкене қаражат керек, семьяны асырау керек деген сияқты. Бізде яғын түсіндірдік оларға. Олар не алды? Ұзақ жүре алмаймыз, бізге төбелесу керек. Түсінді ме олар енді? Түсінбеді қазір. Басқа маған ұтылған екінші соперникті міне кешеме алдыңғы күн турнир болыпты, сол финалға қайтып шығыпты. Енді сенің финалың болмайды? Болмайды, иә. Ой, мен сенің финалың күтіп жүрсем, міне жақын арада төбелеседі. Бұл қате болған сияқты ғой енді. Олардың тарапынан да енді айтпады да, точно датаны да айтқан жоқ, созып жүріп алды. Мен жүруге. Қазір мынау бүткіл парақшаларда жүрген Болат Заманбеков Макаевпен төбелеседі каратедан. Комбат карате ма? Карате комбат. Жалпы ол жерден ұсыныс қалай келді? Ол жерде ұсыныс қырғыз менеджеріміз Нұрсұлтан деген жігіт жіберді. Осыдан бір ай бұрын жіберді оны. 1,5 ай бұрын жіберді. Ол кезде ешқайда жариялаған жоқ та. Мен соған біліп, қабылдап, дайындалып жүрмін. 3 минуттан 3 раунд болады екен да. Стойкада и партерде добивание бар, бірақ болевой ештеңе жоқ. Ауырту әдісі. Сен алдын ала басың күрес емес пе? Иә. Клинч, жығып жүру, құлатып жүру бәрі бар, бірақ қол аяқ бар. Иә. Партерде дәрежеде ұру болады, қолмен. Иә. Андай төске емес чисто да. ММА сияқты таза. Енді оған дайынсың ба? Дайындалып жатырмыз қазір. Кімдермен дайындаласың? Залда бала көп қазір. Жоқ, енді каратеде түсінетін жігіттер бар ма? Иә. Или ол жерде кикбоксинг сияқты? Кикбоксинг сияқты. ММА-ге де келеді, проходта, клинчта бар, құлатып жүру де бар, кіріп. Құлағаннан кейін ұру бола ма? Добивание бар, ограничение 5-10 секунд. Таза ММА дейсің ғой да? Иә. Бірақ партиде 10 секунд тұрады екенсің, да? Енді Макаев та осал жігіт емес? Осал жігіт емес. Қазір енді құпия болмаса гонорарың қанша? Гонорар 4-ке 4 беріп тұр. Жеңсең 4 аласың да? Жеңсең 8, жеңілсең 4. Шырдыққа кірмейді деді. Шырдыққа кірмейді. Риск жоқ дейсің ғой да? Керемет. Қазіргі мына командаң туралы, Сақ Про Тим туралы? Сақ Про Тим бұл өте жақсы команда. Басшылары да, тренерлері де, бәрі қарапайым кісілер, өзіміз сияқты. Өте жақсы команда деп айта аламын.
енді дамып келе жатқан мықты командалардың бірі деп айтамын. Асумен сен спарринг партнер біраз жарыстарына дайындалдың, иә, бірге? Иә, 3 жылдай қасында жүрдік, бірге дайындалдық. Ол білгенін үйретеді, біз оған үйретеміз, көмектесеміз қолдан келгенше. Ол да бізге көмектеседі. Асу. Асудың күші неде деп ойлайсың? Асудың күші бұл өзінің шыдамдылығында, выносливости и ақылдылығында. Спаррингтерде бола ма, сен жеңетін уақыттар бола ма асумен? Кейде болып қалады енді. Бірақ алдында да айттым, Асу екеуміз спаррингке тұрып, саққа келді да, Артем әлі бірлесіп тренировка жасаймыз ғой. Сол кезде де Асуға айтамын ғой, сен тұрмай ақ қояйыншы спаррингте. Өйткені қолым бармайды да оған, соға алмаймын. Ағам ретінде. Иә. Жас үлкен бе сен? Жас үлкен, 2 жас үлкен. Қызық. Ол айтады, онда күреске ғана келсеші маған деп. Осы ана жылы жазда болу керек. Сіздердің титулдық жекпе-жектерін жасауға жоспар болдық. Сол кезде сіздерді жарияладық. Сен барсың, Абу бар. Абу кіммен төбелесетін болса? Дастанмен. Сен Диаспен төбелесу керек болдың. Сол кезде екеуіңде салмақ бола алмадыңдар. Сен келген жоқсың ғой деймін Ақтауға даже, да? Келдім. Абу келмей қалды. Абу келмей қалды. Сен сол келмей денсаулығың салмақ бола алмай қалдың ба? Иә. Неше кило бола алмай қалдың? 1 кило 800-дей. Неге? Сол ешқашан ондай болмаған салмақ. Мен даже весогонкасы қуып тастайтын 57-ге. Осы жолы кішкене өзім қателігім болды. 2-3 күн қалғанда мен көп салмақ қуып қойдым да, салмағым тұрып қалды. Артық қуып жердім. Неге? Есеп бойынша емес, кішкене артықтай қуып жердім да, уже соңғы күні түспей қойды салмақ. Өзім таң қалдым өзіме. Неге олай деп. 3 сағатта мен 200 граммды әрең түсірдім. Өзің қалай ойлайсың? Сол жекпе-жекке шықпаған саған жақсы болды ма? Мен бір Құдай біледі, может сақтанды ма, мені сақтады ма. Енді Диастың шынымен де деңгейі менің ойымша, енді қазір жекпе-жектерін қарап отырмын, сәл жоғарылау сияқты, Енді әлемдік деңгейде понятно, ол и так жоғары рейтингте тұр ғой. Мен есімде ол Японияның бір жауынгерін жеңгеннен кейін 27-ші ма 25-ші орынға ілінді сол кезде. 27-ге кірді. 27. Қазір 26-та тұр. Диас өте мықты жауынгер. Сенде оны жеңу үшін не бар дегенім ғой? Қазір ма или сол кезде? Сол кезде қазір. Мен басында айтсам, Найзан поясына қатты төбелескім келген ең басынан. Осы бірінші төбелескеннен бастап қатты ұнайтын осы поястың өзінің несі. Сол енді Диаспен шығарды. Өзіме деген сенім болды. Бірақ енді ол бұйырмады. Ары қарай жұмыс істеп кетті. Макаев енді қазақша түсінбейді ғой. Қарамайтын да шығар бұл подкастты, қарап қалуы мүмкін. Кстати, қарайтын болсаңдар, BTV-де көресіңдер бұл подкастты. Өзің жанкүйерлерің айтарсың, BTV деген не платформада көреді. Макаевты қалай жеңуге жоспар бар? Жоспар Макаевпен негізі бұл 3 минуттан болғандықтан басталысымен шапшаңдыққа ма? Иә, шапшаңдық емес, алдыға напор қысылу керек болып тұрды Макаевты. Енді Макаев деген UFC-дің жауынгері ғой. UFC-дің жеңіліс көрмеген. Любительскийде де жеңілмеген. Енді оның несінен қорықпаймыз. Бірақ алдыға жүреміз, өзіміздің көрсетеміз. Қалған Алладан деп ойлаймын. Жоқ, енді жоспар ретінде қалай тамды ойлап жатсың? Жоспар көбірек қысу. Напор беру, алдыға жүру. Үстіне шығып ал ұру дейсің ғой, да? Ондай мүмкіндік болады деп ойлайсың ба? Мүмкіндік болса жасаймын. Жоқ, енді қара, ол күресетін мықты. Сен де жалпы күрестен шыққан жоқсың. Енді бір баста жоспар болады ғой. Мен бұны жаңағы қысам, одан кейін жаңағы ұрам, құлатам, құламаса аяққа өтем деген сондай бар ма? Онда тікелей аяққа өту жоқ та. Клинч боқпаса ғана ғой. Күрес шалып жеру. Онда саған жеңілдеу ғой, Иә, маған жеңілдеу сол. Ол жалпы күрес спортынан келген ба или оны точно білмедім. Бірақ күресетінін білем. Енді зерттеу керек шығар. Макаев Асудың жеңіліп қалған КПС-ін жеңді. Қалай жеңгенін көрдің ба? Көрдім. Күресі. Бірақ екеуі бір тең дәрежеде болды деп айта аламын, екеуінің бойы. Сәл күрестің арқасында ұтып кетті деп. Асу
титулға жете ала ма? Қалай ойлайсың? Жетеді деп Сен ойлаймын. соның жеке спарринг партнері болдың. Жетеді асу. Құдай қаласа. Жетеді? Жетеді. Бәріміз де соны күтіп отырмыз. Кеше енді КП-мен шыққан кезде бәріміз енді бойдан кейін, конечно, настроение түсті, бүйтті, сөйтті. Бірақ бар потенциалын пайдаланбаған сияқты да. Өзі де Бар да, кішкене иә. бір андай уайым ештеңе болған жоқ дейді да. Жоқ, уайым болмайтынына күмәнім жоқ қой. Ана өз-өзін ашық көрсете алмады ма кішкене. Мүмкін ашық көрсете алмай қалды. Күресі жүрмеген соң кішкене уже. Алдағы жоспарың қандай енді каратэдан кейін? Каратэдан кейін жоспар әлі құрған жоқпыз аға. Каратэдан кейін Иә. құрған соң не істейсіңдер осы жыл соңына дейін? Жылдың соңына дейін тағы жазда бір бой өткізейін деп ойлап отырмын. Жоқ, мен логиканы түсінбей жатырмын да, қандай тип ақша керек кезде төңкерісе бересің ба или Каратэде ма? Жоқ, жалпы мына ММА спортында. Жоқ, бір шетелдің бір лигасына өзімізде де болса, найзада да болса шығуға. Жоқ, осы жақын арада ма, қашан бір жыл бұрын ба сіздер бір жаққа қол қойдыңдар? Ол менеджментский компания ма или промоушен ба? Менеджерский компания болған бірінші. Иә. Ең бірінші соған қол қойдық. Олар бізге Фьюридан бой береміз деді. Сонымен қалды ол. Енді ол контракт қане болды? Контракт ол 1 жылға болған болатын. 1 жыл өтіп кетті, иә? Одан кейін? Одан кейін промоушенмен қол қойдыңдар. Иә. Қандай? Промоушенмен есімде жоқ, шын айтсам. Тоже 1 жылға қойдық. 1 жылға 3 бой ма, 4 бой береміз деген. Атын ұмытып қалдым ба промоушен? Fury FC деген ба сондай. Жоқ, мен соны түсінбеймін, оны неге істейсіңдер? Енді оны өзіміз енді асыға деймін да. Асыға басшылық неткеннен кейін. Басшылық айтты дейсің да. Мен өшеде есімде, өшеде отырып бір интервью подкаст жазатқаныңызда сені кіммен жаңа Диаспен Абуды Дастанмен қоямыз, бүйтеміз, сөйтеміз дегеннен кейін мөлшерден шығып жоғарыға барғаннан кейін жаңалық көрдім. Шынымен айтайын, өзім білген жоқпын. 5 сағаттан кейін ба сіздердің жаңалықтарын шықты, что сіздер бір промоушенмен қол қойды деген. Сонда мен ойлап қоямын, оның жігіттердің бізбен контракты бар, біріншіден. Иә. Екіншіден, мен оларды титулға дайындап жатырмын, титулға шығады деп. Сондай бір жоспар бар. И жаңағы үшіншісі басқа лигаға қол. Ол мен жаңа негені айтып жатырмын, мана сені жамандайын деп айтқан жоқпын. Оны көбінде жауынгер мен менеджерлік немесе промоутерліктің арасында бұл дискоммуникация да. Содан ортаға менеджерлер кіреді, бәрін шеше алатын. Енді ол бұл жерде сіздердің басшы болған жігіттердің де ол кезде бірінші тәжірибесі ғой, былай қарасаң. Бірақ мен көп промоушендар, көп клубтармен жұмыс жасадым, олар, допустим, бір жерге қол қойғысы келе ме, айтады, біз біреумен қол қойын деп жатырық, осылай қалай қарайсыңдар, бізге осындай ұсыныс түсіп жатыр. Тот же Айбек ағай да, Ақтөбедегі. Әрбір жауынгер, былай қарасаң, ол соқпаса да болады ғой, бірақ әрбір жауынгер туралы соғады, айтады, осылай. Бізде осылай болайын деп жатыр, осындай жауынгер мына жаққа кетейін деп жатыр. Қалай қарайсың? Егер саған керек болса, жібермейміз. Егер керек емес болса, айта сал деген сияқты сондай әңгіме болады да. Сондай проблема бар енді. Ол жеке сенде емес, көбінде сондай проблема бар. Бәрімізде. Дискоммуникация да. Адамдар айтпайды, адамдар жаңа өзінің жоспары туралы білмейді. Бәрі асыға. Дұрыс айтасыз. Бізге де енді залда жүргеннен кейін біз үшін сөйлесіп қойды екен деп ойладық та. Абу екеуміз. Біз уже Америка бәрін жасаймыз, бүйтеміз дегенге сөйтіп қызық қалдық та, сондай болып қалды, сондай жағдай. Керемет. Егер неде найзада қазір қайтадан сондай бір мүмкіндік болса, титулға емес, енді титулды не істеп алды, одан кейін егер жеңіліп қалдың ғой да. Иә. Предтитульный, содан кейін титулға таласам деген бір жоспар болатын болса, 57-те, неге сен 57 қазір вакантын тұр ғой. Сондай не бола ма, сенде жоспар бар ма? Бар, егер сондай ұсыныс түссе. Ал кімді қарсылас ретінде көріп отырсың? Енді Еламан шығар қазір бірінші, Атыраудың баласы. Ол Еламан кіммен, Ермаханмен төлесейін деп жатыр да? Солай қойдым, естімедім. Ермаханмен төлесе аласың ба? Ермахан ол менің інім ғой. Да. Ол менімен төбелеспейді ол. Да? Сен асумен, ол семен дейсің. Бұрын Шердокты қарайтын болсақ, сенің лақабатың қазақ болды, қандай болды? Жоқ, қазір сөйтіп өзгертіп жазып қойды. Бұрын Зайсанский кошмар деген болды да? Оны неге өзгертіп жатсың? Оны мен өзім
қойған жоқпын да, залда балалар айтатын, жұман бастаған болсам бірінші зайсанский кошмар деп видеоға түсіріп инстаграмға түсіріп, сөйтіп солай жазылып кетті да. Осы Кореяға барғанда да кім Жандарбек айтты ғой, зайсанский кошмар дегенді ешкім білмейді, ночной кошмар деп қояйық деп сөйтіп жазып қойды. Сөйтіп сол өзгертіп тастадым ал. Макаевтың каратэға шығуы не себеп деп ойлайсың? Енді каратэден көріп қалдым алдында, оның бастағаны кішкентай кезінде сол каратэден бастаған екен. Каратэге қатысқан, одан кейін күреске кеткен бе сондай. Жоқ, дәл қазір бірінші брейвте болды, одан тағы да бір медиада. Ақша табу мәселесі ма, или мына медиа поледа болудың мәселесі ма? Ақша табудың мәселесі деп ойламаймын, өйткені да жағдай жақсы сияқты. Сол медиа осы айналада жүру сияқты ғой әзірге. UFC-дан қалай кеткенін білесің ғой, Макаевтың? Қалай кетті? Контрактісі бітті, одан олар созбай қойды ғой контрактісін. А неге созбай қойды деп ойлайсың? Өйткені ол көп сөйлеп кетті деп ойлаймын. Бір шу шығарып, гонорар жайында ғой, по-моему, мен точно білмедім. ПФЛ маған көп беріп жатыр, сендер неге аз бересіңдер деген сияқты. Сондай бір сөздер болған. Промоутер, мана түсініспешілік дейсің ғой. Иә. UFC енді үлкен медиа машина деп айтсақ қателеспейміз ғой. Алды да алып тастады. Иә. Онда жауынгерлердің ода 700-і бар. 700 бар. 700-і бар. Қызық. Асумен мына қазір оқу жаттығу жиыны болды Осетияда, иә? Соған неге бармадың? Шақырған жоқ па? Жоқ, ондай ұсыныс түскен жоқ. Шақырды негізі. Ешші жүр деп бізге, бізбен. Мен айттым, ол жақта не істеймін мен? Мен каратэден шығайын деп отырмын, стойкамды кішкене дұрыстайын, қолдан келгенше. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Фаниль бокстан шығайын деп жатыр. Бірақ Осетияға кетті. Маған уақыты да келмей қалды да. Осы бір 3-4 күн бұрын кетті ғой өздері. Енді сен күрес спортынан келгесін жерде жақсы, енді қолды қойып алдың. Аяқ жағы қалай? Қолдан келгенше жақсы. Ақырындап қойып жатырмыз енді. Жоқ, енді анау аяққа өтуге болмайды, чисто былай стойкада төглесесіңдер, көбінде клинчте салынасыңдар. Сол екі жақ бағытта сенде мықты болу керек қой деймін да. Бұл жерде де сен ақша үшін шығып жатсың ба қазір? Ақша үшін болғанда енді ол да бар, бір жағынан енді Макаев деген бір үлкен есім ғой. Ат дейсің ғой. Иә. Ол мен осындай возможности жібергім келмеді да. Жеңіп кетіп жатсаң, өзің тағдырың осы спорт мансабың қалай өзгереді деп ойлайсың? Жеңсем, Құдай қаласа жеңсем, жақсы жағын өзгереді деп ойлаймын. Бүкіл адамдар танып кішкене. Иә. Короче, жеңсең, қараңдар, көрермендер. Құдай қаласа жеңсе, титулға төглесесің найзада. Құдай аса. Давай күтеміз ал. Макаевты жеңсе, Болат Заманбеков. Зайсанский кошмар. Сразу титулға таласады, так что күтіңіздер. 57-нің претенденті карате комбатта анықталады, Құдай қаласа. Мына кеше балалы болдың. Осыдан бір жарты жыл бұрын ба үйлену туралы бір әңгіме шықты, иә? Той болу керек, Иә, жазда. Жазда, иә? Ана жылы жазда, да? Иә, былтыр жазда, 2-ші айында үйлендік. Қыз қай жақтікі? Қыз осы түбі Нарынқолдікі, өзі осы жақтікі. А сен өзің Зайсансың? Өзім Зайсандікімін. Ру не? Ру Албан. Сенікін сұрамай қоймын. Найман. Болды. Иә, керемет әңгімелестік. Көп емес, бірақ соның ішінде керек нәрселердің бәрін атап өттік. Жаңағы мына болайын деп жатқан жекпе-жегіңе сәттілік. Рахмет. Иә, Құдай қаласа мына дар сақ протеинда жақсы бір жаттығуыңды, жиыңды жасап, кім барады қасыңа? Қасыма Дәулет бара алмайтын болды, өйткені ол ММА-дан чемпионат өткізеді екен, үлкен аға тренері қойыпты оны. Иә. Негізі сол бару керек болған, бірақ қазір Айбек деген досым бар, сосын тағы бір ағам бар, сол екеуміз үшеуміз барады. Қай жерде болады? Дубайда болады. Дубай. 2 күн. Алыс емес болғанда енді тікелей рейстер бар ғой. 3 сағат, 4 сағат. Саған сәттілік. Рахмет. Жеңіспен орал. Титулға дайындал. Сондықтан жарақатсыз ең бірінші. Сол енді өзіңе бір кішкентай болса да бір жанкүйерлерің бар. Соларға
өзүң тарапынан кеңесиң. Иә. Ал жанкүйерлерге айтарым, бірінші сізге рахметімді айтайын, осы жерге шақырып, ең бірінші найзадан бастадық. Әлі де қарсы емеспіз, шығарам десеңіз шығамыз, бұйыртса. Жанкүйерлерге қолдаңдар, сеніңдер, қайдағы жоқ жаза бермеңдер. Өзіміздің батырларымызды, жауынгерлерімізді қолдаңдар. Ассалаумағалейкум. Жақсы достар, баршаларыңызға рахмет. Осы интервьюді көріп отсаңыздар, BTV деген платформаға кіріп, көріңіздер, міндетті түрде тизерді көріп отсаңыздар. Ал келесі кездескенше ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум.